Қайырлы күн достар, сіздерге мерекелік дастарханға арналған өте әдемі ерекше дәмді салаттың рецептісімен бөлісемін. Бір жасағаннан сәтті шығатын рецепті міндетті түрде дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Ең алдымен үлкен жұмыртқа болса 5, болмаса 6 жұмыртқаны аламыз. Тұз қосамыз, 2 ас қасық сүт қосамыз, және де осы массаны жақсылап тұрып араластырамыз. Бұл біздің жұмыртқадан жасалынатын блинчиктің рецептісі. Осы дайын болған массамызды бөлек-бөлек етіп қызып тұрған сковородкаға пісіріп аламыз. Және де бізден осындай әдемі жұмыртқадан жасалынған блинчик шығады. Және осы блинчикті суығаннан кейін 3-4 бөлікке бөле отырып, соломка ретінде турап аламыз, яғни соломка ретінде. Міне көріп тұрғандарыңыздай, біздің жұмыртқадан жасаған блинчигіміз соломка ретінде туралған дайын, және де көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі жұмсақ жұқа болып пісті. Салатқа бірінші осыны қосамыз, екінші колбасаны қосамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тауық етінде қоссаңыз да болады. Бұл жерде бізде 2 огурцы бар, біреу соленый огурцы, екіншісі кәдімгі огурцы. 2 огурцыды да соломка етіп тураймыз, және де осындай баночкадағы кукурузаны қосамыз. Оның үстіне майонезімізді қосамыз, және де осы жерде қалауларыңыз бойынша кішкене ғана тұз қоссақ болады, өйткені бізде соленый огурцы бар, сол себепті тұзын көп қоспаймыз, кішкене қосамыз. Міне салатымыз дайын. Дәл осы рецепт бойынша жасап көрулеріңізге сіздерге кеңес беремін. Ұнайды деген сенімдемін. Алдағы уақытта көптеген рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде каналыма тіркеліп кетіңіздер. Көптеген рецепттер болады. Және де өздеріңіздің лайк, комментарияларыңызды жаза отырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Осындай рецептімен өте оңай әрі дәмді жасалынатын салатты жасап көруге кеңес беремін. Барлықтарыңызға ас болсын.